Елімізде қолхат жазып алған, қарызын өтей алмаған азаматтарда өзін банкрот деп жариялай алады. Ол үшін сотқа жүгініп, материалдық жағдайының төмен екенін дәлелдеу керек. Ал осы уақытқа дейін елімізде 17 мыңнан астам адам банкрот деп танылды. Сәйкесінше олардың банк алдындағы берешегі толықтай жойылған. Былтыр көктемнен бері банкроттыққа 125 мыңға жуық азаматтан өтініш түскен екен, бірақ оның 75%-ы кері қайтарылған. Өйткені көбінің қарыз мерзімі сәйкес келмеген немесе жылжымайтын мүлік иесі болып шыққан. Елімізде банкрот деп танылғандардың басым бөлігі Астана қаласы, Абай және Қостанай облыстарының тұрғындары. Өңір азаматтарының атына рәсімделген 42 миллиард теңге несие кешірілген. Банктегі берешек жойылғанмен халықтың қаржылық жағдайы белгілі бір уақытқа дейін тексеріліп тұрады. Егер 3 жылдың ішінде азаматтың табысы артатын болса, қарызды қайтаруға қайтадан міндеттелуі мүмкін. Егер де берешек сомасынан 30% немесе одан да жоғары сомасын өтей алатындай жағдайға келетін болса, ол банкротствосы жойылуы мүмкін сот арқылы. Банкрот болған тұлғалар 5 жыл ішінде несие ала алмайды. Бірақ шетелге шыға алады. Ондай шектеу жоқ. Банкроттыққа өтінім берген жеке тұлғалардың көбі 18 бен 41 жас аралығындағы адамдар екен. Бірақ олардың 75%-ның өтініші мақұлданбаған. Өйткені көбінің төлем мерзімі сәйкес келмеген, ал кейбірінің атында дүние мүлкі бар екені анықталған. Арнайы ақпараттық жүйе іске қосылған болатын. Ақпараттық жүйе қолдау деп аталады. Азамат өтініш берген бетте ол кісінің өтініші осы ақпараттық жүйеде өңделіп, 26 бұл кісінің борышкердің осы банкроттық рәсімнің талаптарына сай екендігі 26 мемлекеттік органдар мен ұйымдардың базаларымен автоматты түрде салыстырылады. Яғни борышкердің өтініші келіп түскеннен кейін автоматты түрде жаңағы мемлекеттік ұйымдар мен мемлекеттік органдар мен ұйымдардан осы кісіге қатысты тиісті ақпараттар автоматты түрде келіп түседі. Жалпы былтыр қабылданған заңға сәйкес несиені 1 жылдан артық төлей алмағандар банкрот бола алады. Егер қарызы 5 миллион 900 мың теңгеден аспаса, соттан тыс банкроттыққа, ал берешегі бұдан көп болған жағдайда сотқа жүгінеді. Ол деген заң 5-ші бабына сәйкес бұл банкроттыққа баратын жеке тұлғаның атында мүлік болмау керек. Одан кейін міндетті түрде жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеу керек. Бүгінде қазақстандықтар банкке 22 триллион теңге берешек екен. Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Информбюро.